Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға бұдан еш нәрсе шықпады дейді. Қазбай қазанды алып піс қазаным піс десе, еш нәрсе шықпайды. Қазбай қазанды алып шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға «Ата, асқа түсіңіз» дейді. Шал асты тастағысы келмей, есектен түседі. Үйге кіріп бара жатып балаларға «Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер» дейді. Балалар «Мақұл» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң балалар «Құс есегім құс» десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есек қояды. Шал есекті алып үйіне кетеді. Кемпір «Қаздан барып алып келгенің осы ма?» дейді. Шал есекке «Құс есегім құс» десе, еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып Қазбайға қайта барады. Есектен еш нәрсе шықпайды дейді. Қазбай есекті алып «Құс есегім құс» десе, еш нәрсе құспайды. Шалға Қазбай ұртоқпағын береді. Шал ұртоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар жүр екен. Балалар шалға «Ата, асқа түсіңіз» дейді. Шал үйге кіріп бара жатып «Шырақтарым, ұртоқпағым ұр демеңдер» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң дәндеген балалар «Ұртоқпағым ұр» дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ұрады. Ұрып жүр. Балалар тоқпаққа жалынады. «Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді берейік» дейді. Шал шығып келе жатып естіп қояды. Шал келіп «Піс қазанды, құс есекті бересіңдер ме?» дейді. Балалар «Мақұл, әкеліп береміз» дейді. Шал ұртоқпақты қойғызады. Балалар піс қазанды, құс есекті әкеледі. Шал піс қазанды, құс есекті, ұртоқпақты алып үйіне келеді. Сөйтіп мұратына жетеді.